Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрістің тақырыбы вирустарды дақылдандыру, тауық эмбрионын жұқтыру әдістері, индикация және идентификация әдістері. Вирустық инфекцияны анықтау әдістері вирусологиялық зерттеу әдістерінен және вирусоскопиялық зерттеу әдістерінен тұрады. Вирусологиялық зерттеу әдістері келесі этаптардан тұрады. Бірінші, бөліп алу. Яғни зерттеу үшін материалды іріктеп, құрамында вирусы бар материалды өңдеу. Екінші, дақылдандыру. Бұл үшін сезімтал тірі жүйелерді осы вирусы бар материалмен жұқтыру болып табылады. Үшінші, индикация. Бұл вирусты анықтау. Төртінші, идентификация. Бұл вирустың типін анықтау. Вирустық инфекцияны анықтау әдістерінің келесі түрі вирусоскопиялық әдіс. Бұған электронды микроскопия арқылы, жарық микроскопиясы арқылы және қосындыларды анықтау әдістері жатады. Вирус дақылын бөліп алу. Зерттеу үшін материалды іріктеу. Зерттеу материалы аурудың сипатына байланысты әртүрлі бөліктерден алынады. Бірінші, жұтқыншақтың мұрын бөлігінен шайындылар және жұтқыншақтан жағынды, жұлын сұйықтығы, нәжіс және тік-ішек жағындылары, қан, зәр, сероздық қуыстардан алынған сұйықтық және конъюнктивадан алынады. Материал мүмкіндігінше аурудың бастапқы кезеңінде алынады. Өйткені дәл осы кезеңде қоздырғыштар жиі көп мөлшерде шығарылады. Және материалды әртүрлі микробқа қарсы химиотерапия басталғанға дейін, немесе оны ағзадан шығару үшін қажетті препаратты қабылдағаннан кейін, белгілі бір уақыт өткеннен кейін алынады. Және осы материалға микробқа қарсы препараттардың, мысалы дезинфектанттар, антисептиктер, антибиотиктердің түсу мүмкіндігінің алдын алу керек. Екінші, вирусы бар материалды өңдеу. Бұл өңдеу дегеніміз материалды ілеспе бактериялық микрофлорадан босату үшін жүзеге асырылады. Ол үшін физикалық және химиялық әдістер қолданылады. Физикалық әдістер дегеніміз бұл әртүрлі бактериялық сүзгілер арқылы сүзу және центрифугалау. Екінші, химиялық әдістер. Бұл суперкапсиді жоқ вирустар бөлінген жағдайларда материалды эфирмен өңдеу. Екінші, материалға гептан және фреон қоспасын қосу. Үшінші, антибиотиктерді енгізу. Бөлініп алынған материалмен сезімтал жүйелерді жұқтыру. Вирустар жасуша ішілік паразит болғандықтан, олардың көбеюі үшін биологиялық модельдер қолданылады. Биологиялық модельдер ретінде тауық эмбрионы, жасуша дақылы, лабораториялық жануар ағзасы алынады. Осы биологиялық модельдерде өсірілген вирустар индикация және идентификация әдістерін қолдана отырып анықталады. Бірінші, индикация дегеніміз бұл вирустарды анықтау. Бұл вирустардың әртүрлі биологиялық қасиеттерін және олардың сезімтал жасушалармен әрекеттесу ерекшеліктерін анықтауға негізделген. Екінші, идентификациялау. Вирустардың түрін, типін анықтау негізінен вирустардың антигендері мен оларға сәйкес антиденелердің өзара әрекеттесуіне негізделген иммунологиялық реакциялардың көмегімен жүзеге асырылатын әдіс. Лабораториялық жануар ағзасында вирустарды өсіру әдісі дегеніміз не? Инфекция үшін маймылдар, қояндар, гвинея шошқалары, хомяктар, ақ егеу құйрықтар мен тышқандар қолданылады. Зертханалық жануарларға вирустың белгілі бір тіндерге тропизміне байланысты әртүрлі жолдармен жұқтырады. Оларға тері арқылы, интрадермальды, бұлшықет ішіне, ми ішіне жұқтыру әдістері жатады. Индикация, яғни вирусты анықтау аурудың типтік белгілерінің дамуы мен жануарлар ағзасындағы өзгерістер негізінде жүзеге асырылады. Вирусты тауық эмбрионда өсіру. Тауық эмбриондары вирусологияда негізінен патоматериалда белсенді вирусты биосынамамен анықтау үшін, вирустың бастапқы бөліну үшін, зертханада вирустарды сақтау үшін, вирустарды титрлеу үшін, зертханалық зерттеулер мен вакциналар алу үшін вирустардың жинақталуы үшін және бейтараптандыру реакциясындағы сынақ
нысаны ретінде қолданылады. Тауық эмбрионын жұқтыру жолдары. Негізінен тауық эмбрионын жұқтыру үшін 5 күннен 12 күнге дейінгі эмбриондар қолданылады. Зерттелетін материалды эмбрионның әртүрлі қуыстары мен тіндеріне асептикалық жағдайды сақтай отырып жұқтырады. Инфекция хорион аллантоид қабығында, амниотикалық немесе аллантоид қуысында және сары қабатында немесе эмбрион денесіне енгізіледі. Жұқтыру әдісін таңдау бұл вирустың биологиялық қасиеттеріне байланысты. Осылайша біз тұмау, герпес, шешек және тағы басқа вирустарды өсіре аламыз. Тауық эмбриондары зертханалық жануарларға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие. Олардың біріншісі эмбрионның жабық қуысы микроорганизмдердің сырттан енуіне, сондай-ақ өздігінен вирустық инфекциялардың дамуына жол бермейді. Екінші, вирустардың көп мөлшерде жиналу мүмкіндігі. Және кез келген зертхана үшін қол жетімділік. Ең соңғысы үнемді және күтім мен тамақтандыруды қажет етпейді. Тауық эмбриондарының негізгі кемшіліктері. Бірінші, осы тірі жүйенің стерильдігіне толық кепілдік бере алмау. Эмбриондар құрамында вирустар мен басқа да патогендік агенттер болуы мүмкін. Олардың болуы зерттеу нәтижелерін бұрмалауы мүмкін. Екінші кемшілік, тауық эмбриондары барлық вирустарға сезімтал болмайды. Тауық эмбриондарындағы вирустардың көбеюі туралы қалай білуге болады? Бірінші, қабықтарының спецификалық зақымдануына қарап. Оған хорион аллантоид қабығының бұлдырлығы және қабықтағы бляшкалардың пайда болуы жатады. Екінші, эмбрионның өлімі. Үшінші, вирус жұқтырған эмбрионның қуыстарынан алынған вирусы бар сұйықтықпен оң гемоагглютинациялық реакцияның беруі. Келесі биологиялық модель жасуша дақылы. Жасуша дақылдары жануарлардың немесе адамның тіндерінен дайындалады. Және организмнен тыс жасанды қоректік ортада арнайы зертханалық ыдыста көбейтіледі. Ересек организмнің қалыпты жасушалармен салыстырғанда вирустарды өсуі мен көбеюі үшін анағұрлым белсенді болып табылатын бұл эмбрионалды және ісік тіндерінен алынған жасушалар дақылдары болып табылады. Жасуша дақылдарын өсіру үшін бірқатар жағдайлар жасалуы қажет. Бірінші, құрамында минералды тұздар, амин қышқылдары, витаминдер, глюкоза, жануар мен адамның қан сарысуы, pH тұрақты ұстап тұру үшін буферлік ерітінділері бар күрделі қоректік орталарды пайдалану қажет. Келесі, бөгде микробтардың өсуін тежеу үшін қоректік ортаға антибиотиктерді қосу. Келесі, жасуша өсуінің оңтайлы температурасын сақтау. Және бейтарап шыныдан жасалынған зертханалық ыдысты немесе биотехнологиялық өнім алу үшін арнайы реакторларды пайдалану қажет. Соңғысы, асептика ережелерін сақтау қажет. Жасуша дайындау техникасына байланысты жасуша дақылдары бір қабатты, суспензиялы және ағзалық болып бөлінеді. Бір қабатты жасуша дақылы дегеніміз, жасушалар зертханалық ыдыстардың химиялық бейтарап әйнегінің бетіне моноқабық түрінде жабысып көбейе алады. Олар вирусологияда ең көп қолданылады. Келесі суспензиялық жасуша дақылы. Жасушалар магниттік араластырғышпен немесе айналмалы барабанмен үнемі араластыра отырып, қоректік ортаның барлық көлемінде көбейе алады. Олар көптеген жасушаларды алу үшін қолданылады, мысалы вирустық вакциналарды алу кезінде. Келесі, ағзалық дақыл. Ағзадан тыс бастапқы құрылымды сақтайтын мүшелер мен тіндердің тұтас бөліктері. Жасуша дақылы дақылдандыру барысында ондаған генерациядан өтуге қабілетті.
Жасуша дақылдары генерация санына байланысты бөлінеді. Бірінші, бастапқы немесе бастапқы трипсинделген. Екінші, тұрақты немесе перевиваемый деп кездеседі. Үшінші, жартылай тұрақты. Бірінші, бастапқы дегеніміз, олар тек алғашқы ұрпақтарда көбейе алады. Яғни, тіндерден бөлінгеннен кейін 5-10-ға дейінгі пассажға төтеп бере алады. Екінші, тұрақты. Олар инвитро жағдайында тұрақты өмір сүруін қамтамасыз ететін жағдайларға бейімделген және бірнеше ондаған пассажда сақталады. Олар негізінен өсу потенциалы жоғары, ісік немесе эмбрионалды тіндерден алынады. Үшінші, жартылай тұрақты. Олардың өмір сүру ұзақтығы шектеулі және 40-50 пассажға төтеп бере алады. Олар әдетте адам эмбрионның диплоидты жасушаларынан алынады. Адамның диплоидты жасушалары қатерлі өсулерге ұшырамайды. Және бұл ісіктерден жақсы ерекшеленеді. Сондықтан жасушалардың жартылай тұрақты дақылын диагностикада да және вакциналар өндірісінде де қолдануға болады. Вирусы бар материалмен жұқтырған жасуша дақылдарындағы вирустардың көбеюін келесі құбылыстар негізінде бағалауға болады. Бірінші, цитопатиялық эффект немесе цитопатиялық әсер бойынша. Келесі, гематсорбцияның оң реакциясы бойынша. Үшінші, бляшкалардың пайда болуы, жасуша ішілік қосындыларды анықтау бойынша. Төртінші, иммунофлюоресценция реакциясында вирустарды анықтау бойынша. Бесінші, вирустар интерференциясын анықтау бойынша. Жасушалар метаболизмін басу бойынша. Түсті сынама арқылы. Және алтыншы, электрондық микроскопия алу және тағы басқалар арқылы анықтауға, бағалауға болады. Цитопатиялық әсер дегеніміз не? Бұл вирустардың жасуша ішілік репродукциясы нәтижесінде пайда болатын, микроскоп арқылы көрінетін жасушалық морфологиялық өзгерістер. Мына суретте көрсетілгендей, бірінші суретте бұл клетка жасуша дақылы, екінші суретте вирустардың өсуі нәтижесінде пайда болған морфологиялық жасуша дақылындағы морфологиялық өзгерістер. Келесі патологиялық көрініс бұл ақ таңдақтардың түзілуі, немесе бляшка деп аталады. Бұл ақ таңдақтар немесе теріс колониялар бұл үздіксіз монолитті жасуша дақылында вирустармен жойылған жасушалардың шектеулі бөліктері. Олар тірі жасушалардың боялған моноқабық фонында ашық дақтар түрінде көзге көрінеді. Келесі вирустық қосындылар дегеніміз не? Вирустық қосындылар арнайы бояу кезінде микроскоппен анықталатын вирустық бөлшектердің немесе вирустардың жекелеген компоненттерінің цитоплазмада немесе жасуша ядросында жиналуы. Гематсорбция реакциясы. Бұл вирус жұқтырған жасуша дақылдары өз беттерінше эритроциттерді адсорбциялауға қабілетті. Оны вирустармен жұқтырған жасушалар дақылында қою үшін қызыл қан клеткаларының суспензиясы қосылады және біраз уақыттан кейін жасушалар натрий хлоридінің ерітіндісімен жуылады. Вирус жұқтырған жасушалардың жоғарғы жағында жабысқан эритроциттер қалады. Бірқатар вирустар, мысалы тұмау, парагрипп, паратұмау және тағы басқалар осы гематсорбциялық қасиетке ие. Бұл жасуша дақылында айқын цитопатиялық әсер болмаса да, осы вирустарды көрсету үшін гематсорбция реакциясын қолдануға мүмкіндік береді. Жасуша дақылындағы вирустардың көбеюін түсті сынама арқылы да бағалауға болады. Ол жасуша дақылы үшін қоректік ортада орналасқан индикатор түсінің өзгеруі бойынша тіркеледі. Егер вирустар жасуша дақылында көбеймесе, онда тірі жасушалар метаболизмі процесінде ортаның pH-ын және сәйкесінше индикатордың түсін өзгертетін қышқыл өнімдерді шығарады. Сол кезде жаңағы ортаның түсі өзгереді. Вирустың көбеюімен, егер вирус осы ортада көбейген болса, өсіп шыққан болса, жасушалардың қалыпты метаболизмі бұзылады, жасушалар өледі және қоршаған ортаға олар өнім процестерін бөліп шығарылмағандықтан индикатордың бастапқы түсі сақталады.
Вирустарды анықтаудың қазіргі таңда экспресс әдістері белгілі. Бірінші, иммундық электронды микроскопия. Бұл ферритинмен құрамында темір бар ақуызбен белгіленген тиісті иммундық сарысумен алдын ала өңделген вирустарды электронды микроскопта микроскопиялаудан тұратын әдіс. Келесі радиоиммунологиялық әдіс. Бұл антиген-антидене реакциясына негізделген антигендік қасиеттері бар биологиялық белсенді қосылыстарды және ұқсас белгілі антигендердің немесе радиоактивті изотоппен таңбаланған антиденелердің көмегімен микроорганизмдер антигендерін сандық анықтау әдісі. Вирустарды анықтаудың экспресс әдістерінің келесі түрлері полимераздық тізбекті реакция. Бұл кезде адамның биологиялық материалындағы вирустың генетикалық материалын анықтауға негізделген. Төртінші, вирустық антигендерге талдау әдіс иммунохроматографиялық экспресс тест деп аталады. Бұл жерде иммундық жүйе таныған вирустың құрамына кіретін ақуыздарды анықтайды. Келесі соңғысы антиденелерге талдау. Бұған иммуноферменттік талдау және иммунохроматографиялық экспресс тест жатады. Адам организмінде оның вируспен жанасуы нәтижесінде түзілетін инфекция қоздырғышына антиденелерді анықтау болып табылады. Назарларыңыз үшін рахмет.